Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен жер бедері түрлерінің жіктелуі бойынша сабақ өтетін боламыз. Жалпы сабағымыздың мақсаты бізде жер бедерінің түрлерін және де олардың қалыптасу себептерін анықтау, түсіндіру және де эндогендік, экзогендік процестерге мысал келтіре отырып, олардың қалай қалыптасатынын көрсету. Және де сабақтың міндетіне келетін болсақ, жер бедері ұғымын анықтау, жер бедерінің негізгі түрлерін ажырату, таулар мен жазықтардың қалыптасуын түсіндіру, сонымен қатар Қазақстанның жер бедері ерекшеліктерін мысалмен талдау болып табылады. Жалпы кіріспей келетін болсақ, жер бедері дегеніміз не? Жер бедері жалпы бізде жер бетінің ойлы-қырлы пішіндерінің жиынтығы десек те болады, яғни жер бетінің тегіс емес, әртүрлі биіктіктегі пішіндердің бөліктерінің жиынтығы болып табылады, яғни бір шетінен таулардан тұратын болса, екінші бір шетінен қыраттар, жазықтар, ойпаттар секілді бедер пішіндерінен тұрады. Жалпы жер бедерінің негізгі түрлері. Жалпы жер бедері бізде 4 түрге бөлінеді: таулар, қыраттар, жазықтар және де ойпаттар болып. Жалпы таулар олар бізде биік, қатпарлы немесе жанартаулық жолмен түзілген бедер пішіндері болып табылады. Оларға мысал келтіретін болсақ, өзіміздің Шығыс Қазақстанда орналасқан Тянь-Шань, Алтай және де Іле алатауларын мысал ретінде айта аламыз. Ал қыраттар олар бізде жер бетіндегі орташа биіктіктегі кішкене көтеріңкі жер бедері болып табылады. Оған мысал ретінде Мұғалжар, Сарыарқа тауларын айта аламыз. Жазықтар олар бізде тегіс және де немесе жер бетінің кішкене иілген жер беті болып табылады. Оған мысал ретінде Торғай жазығы және де Каспий маңы ойпатын жатқыза аламыз. Және де төртіншісі олар бізде ойпаттар. Жалпы ойпаттар олар бізде жер бетінен төмен жатқан немесе теңіз деңгейінен төмен жатқан аймақтар болып табылады. Оған мысал ретінде Арал маңы және де Балқаш маңы ойпатын жатқыза аламыз. Жалпы келесі жер бедерін қалыптастыратын күштер. Жалпы жер бедерін қалыптастыратын күштер олар бізге екіге бөлінеді, яғни эндогендік және де экзогендік болып. Эндогендік күштер әсерінен біздің жердің ішкі энергиясынан пайда болатын күштерді жатқызамыз, ал экзогендік күштерге жердің сыртқы бетінен пайда болатын, сыртқы әсерінен пайда болатын күштер жатқызамыз. Жалпы эндогендік күштерге мысал келтіретін болсақ, бізде жанартаудың атқылауы, жер сілкіністері және де тау түзілу процестері жатады. Ал экзогендік күштер ол жаңағыдай өзіміздің сырттағы жел, су, мұз, адамдардың әрекеті және де температураның ауысуы осы экзогендік күштерге мысал болып табылады. Келесі пішіні мен өлшеміне қарай. Жалпы бізде жер бедері пішіні мен өлшеміне қарай үшке бөлінеді: ірі пішіндер, орта пішіндер және де ұсақ пішіндер болып. Жалпы ірі пішіндер өзіміз білетіндей жаңағыдай материктер, мұхит ойыстары және де ірі тау жүйелерін жатқыза аламыз. Және де оған мысал ретінде жаңағыдай Евразия материгі, Тынық мұхиты ойысы осыған мысал болып табады. Екінші олар бізде орта пішіндер, яғни оған жаңа айтып өткендей таулар, жазықтар, үстірттер және де аңғарлар жатқыза аламыз. Ал үшіншісі олар бізде ұсақ пішіндер, яғни шағын ғана жыралар, сайлар, төбелер, шағын аңғарлар жатады. Жалпы келесі біз осы тақырыбымыз бойынша кішкене видеоматериал көріп алсақ, жалпы жер бедері түрлерінің жіктелуі. Жақсы, енді жер бедерін жіктейік. Өткен жолы жер бедері бойынша бізде қарайтын болсақ, бұл жерде материктік жер бедер екі түрі бар. Бізде жердің құрылысын тасыған кезінде ол материктік жер бедер таулар, не жазық болады. Таулар қандай түрлері бар, жазықтар қандай түрлері бар, оны танысамыз. Екінші мұхитты жер бедері ол суас таулар мен суас жазықтар, тағы да сол қайталанады. Тек қана судың астында. Сонда екі ақтан түрі бар: тау не жазық. Жақсы, енді қарай таулар тоқталатын болса, бірінші таулар биіктігіне қарай бөлінеді. Бірінші таулар ол аласа таулар, 500 метрден 1000 метрға дейінгі таулар. Екінші орташа таулар 1000 метрден 2000 метрға дейінгі таулар есептеледі. Келесі биік таулар, яғни 2000 метрден жоғарғы, яғни Қазақстан территориясында, яғни осы үш таудың түрде кездеседі. Енді оның сыныпта толығын танысақ, қандай тау, қандай немелер бойынша. Енді жалпы біз бүгінгі тақырыппен әлемдік дүниежүзін немесін қарастырамыз, көлемді. Жақсы. Жалпы осы видео сабақ бойынша түсіндіріп жатқан, осы өткен сабақ бойынша кішкене біз сұрақ жауап ретінде сабақты бекіту мақсатында тест ойын жасасақ, жалпы жер бедері дегеніміз не? Жердің ішкі құрылымы, жер бетінің ойлы қырлы пішіндері, тектоникалық қозғалыстар және жердің геологиялық жасы. Жаңа біз айтып өткендей, жер бедері жер бетінің ойлы қырлы пішіндері болып табылады.
Келесі эндогендік күштерге қайсысы жатады? Желдің әрекеті, мұздықтардың еруі, тау түзілу және жанартау атқылауы, өзен эрозиясы. Жаңа айтып өткенде эндогендік күштер олар бізде жердің ішінде болып жатқан күштер, яғни тау түзілу және де жанартаудың атқылауы. Келесі тау жоталары мен қыраттар қандай бедерге жатады? Экзогендік, эндогендік, теңіздік және антропогендік. Жалпы тау жоталары мен қыраттар жаңа айтып өткенде бізде жердің сыртында болатын күштер, яғни келесі бізде биіктігі 500 метрден жоғары аймақ қалай аталады? Жаңа видео сабақта да айтып өткендей, биіктігі 500 метрден жоғары аймақ жазық, төбе, қырат, тау, яғни видео сабақта айтып өткендей тау. Келесі өзен аңғарлары мен сайлар қандай күштің әсерінен пайда болады? Эндогендік, экзогендік, тектоникалық, геотермиялық. Жаңағыдай өзен аңғарлары, сайлар. Жақсы, жалпы осы сабақты қорытындылайтын болсақ, жалпы бізде жер бедері, жаңа айтып өткендей, жер шарының сыртқы пішінін анықтайтын ең маңызды табиғи компоненттердің бірі, ол бізде эндогендік, жаңағыдай ішкі және де экзогендік сыртқы күштердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде үздіксіз жүріп отыратын процесс, яғни процесс болып табылады. Жалпы эндогендік күштер олар бізде жер бетін көтеріп, таулар, жазықтар, қыраттар төсте. Эндогендік күштер ол бізде жер бетін мүжіп, жазықтар мен ойпаттарға айналдырады. Жалпы осы жер бедерінің қалыптасуы мен өзгеруін білу бізде табиғатты қорғау мен жер ресурстарын ұтымды пайдалану үшін маңызды. Сондықтан да жер бедерін танып білу туған жердің табиғатын құрметтеудің және оң көзқарастарын дамытудың негізі болып табылады. Жалпы үй тапсырмасы бізде оқушыларға жалпы менің туған өлкемнің жер бедері тақырыбы бойынша келесі сабаққа өзінің туған ауылының, яғни қаласы немесе тұратын жерінің жер бедерін сипаттап, ондағы экзогендік және де эндогендік күштердің әсерінен қалыптасатын пішіндерді ата және де карта немесе суреттерді пайдалана отырып 5-7 сөйлемнен тұратын шағын мәтін жазу тапсырмасы болып келеді. Келесі рефлексия бізде, яғни бағалау әдісі. Осы сабақты қалай түсіндің, не ұқтың, барлығын түсіндің ба, қандай жаңа материалдар сен үшін таныс немесе таныс емес болды, сол арқылы бағаласаң, барлығын түсіндім, жартылай түсіндім және де түсінбедім, яғни бағалау әдісі арқылы. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабағымды қатысып көргеніңізге көп рахмет. Жақсы сау болыңыздар.